Бұрындары киноға түсіп көрдіңіз бе? Иә. Осы жұлдыз киностудиясымен келе жатқаныңызға неше жыл болды? Әлде қалай? Жыл болды ма, ай болды ма өзіңіз? 2021. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермен, және де біздің құрметті золотой көрермендер, сіздермен сұхбаттасайық жобасы. Оның жүргізушісі мен Хамит Айбек. Бүгінгі сұхбаттасайық жобасының негізгі саны өнер отқа бөліне ма деп аталады. Ендеше біз бастаймыз. Бүгін бізді қонақта жас актриса Ердібаева Бейба. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдымен сұраққа көшпес бұрын былай бастайық. Бүгінгі күніңіз қалай басталды? Өте тамаша. Керемет. Өзіңізді үш сөзбен таныстырып кетсеңіз? Мен мейірімдімін, адалмын, сұлумын. Керемет. Ендеше біз сұраққа көшейік. Жалпы өнерге қалай келдіңіз? Мен кастингке қатыстым. Кастингтен өткесін киноға түстім. Алғашқы киноңыздың атауы қандай? Жекпе-жек. Түсінікті. Өмірде сіз үшін не маңызды? Өмірде ата-ананың маңызды, сосын бақыттылық. Жалпы өзіңізге жұлдыз болған ұнай ма? Иә. Түсінікті. Қазіргі енді шыны керек көптеген актер актрисалар киноға түсіп, мен өзім жұлдызбын деп жатасыз. Ондай қасиет сізде болды ма? Жоқ. Түсінікті. Месс саған деген кезіңіз болды ма? Иә, болды. Көп әлде қалай, жиі ме? Жиі. Түсінікті. Ютубта кімдерді көресіз? Жұлдыз киностудиясын, сосын Асмыр. Қазіргі таңда енді көптеген кинолар бар. Өзіңіздің соңғы қараған кино немесе сериалыңыз? Сериал. Қандай атын білесіз бе? Соңғы қараған? Жақсы. Келесі сұрағым. Екі сұрақ бір жауап деп аталады. Тез жауап бересіз. Алматы или Атырау? Алматы. Молодцы. Адаммен танысқан кезде ең бірінші неге мән бересіз? Сөйлем мәнеріне. Бәрекелді. Кино или сериал? Кино. Жақсы. Жалпы өзіңізге енді қазір неше түрлі кинолар шығып жатыр. Өзіңізге шетелдің кино ұнай ма, әлде қазақтың кинолары ұнай ма? Қазақтікі. Өзіңіз көп қарайтын, қай ұлттың киноларын көп қарайсыз, шетел или қазақ? Қазақ. Түсінікті. Келесі сұрағым. Өзіңізге ұнайтын үш топ блогер? Үш топ блогер Эненен, Ахон, Айгерім, Ай. Түсінікті. Жалпы өзіңіз Инстаграмда барсыз ба? Бар. Түсінікті. Жалпы қазір нені армандайсыз өзіңіз? Актриса болды. Өзіңізге ұнайтын үш әнші? Қыз және жігіт. Баха Пупер, Азафаза, тағы Сатыради. Жақсы. Мүмкіндік болса не істер едіңіз? Мүмкіндік болса, кітап оқиын едім. Түсінікті. Соңғы рет қашан қатысыладыңыз? Бір ай бұрын. Өкінген кездеріңіз болды ма өзіңіздің жалпы? Иә, болды. Көп или жиі? Жиі. Жалпы өнерге келген кезде сіздің ата-анаңыз қарсы болды ма? Жоқ, қарсы болмаған. Ата-анаңыздың көзқарасы қандай болды? Кәдімгі. Түсінікті. Себерсін дегендей. Соңғы рет қашан қатты қуандыңыз? Кеше. Керемет. Қандай бір неге қуандыңыз? Айта кетсеңіз, шын бақ болмаса. Енді бір жеңіс болды ма, туған күн болды ма? Түсінікті. Жұмбақ кейінде қалай берсін. Жалпы өзіңіз қай қалаларға бардыңыз, қай қалаларда демалдыңыз? Алматы, Ақтөбе, Түркістан. Ютубта күнде неше сағат отырасыз? 1-2. Түсінікті. Жалпы енді өзіңіз білесіз, қазіргі таңда көптеген кинолар бар. Сол көптеген кинолардың ішінде мен сізге қазір бір таңдаулы 3 киноны жасырам.
Сіз сол ішінен тек біреуін таңдау керексіз. Біріншісі Сержан Братан, екіншісі Қарапайым Қайрат, үшіншісі Отандық кино, Құсайын тұр, өмір жолы. Осы үшінен тек біреуін таңдайсыз. Сержан Братан. Сіз ол киноны көресіз бе? Иә. Қандай киноға кеңес бересіз апа? Осындай киноны көріңіздер деп деген сияқты. Сержан Братанға. Хоббиіңіз қандай? Хоббиім видео салу, ютубқа. Түсінікті. Жалпы өзіңіз кімнен мотивация аласыз? Мен өнер адамдар кімге жақсылық жасаса солардан. Түсінікті. Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Бір апта бұрын. Фобияңыз бар ма? Фобия, иә. Неден қорқасыз? Иттен, жылан, өрмештен. Түсінікті. Өмірде көп боқтайсыз ба? Орташа. Түсінікті. Кітап оқисыз ба? Кейбір кезде. Өзіңізге ұнамайтын үш басты қасиет? Жалқаулық, еріншектік, үлкен кесілмейді. Түсінікті. Жалпы өзіңізге халықтың пікірі маңызды ма? Кейбіреуінде. Түсінікті. Мысалы сізді бір кастингге шақырды дедік, сіз сол кастингтен ойдағыдай өттіңіз, жаңа сізге бір үлкен кино жолдама алдыңыз, сол кинода түсесін деген кезде сіз бірінші неге мән бересіз? Роль, сценарий или сюжет? Роль, сценарий. Түсінікті, молодцы. Соңғы рет өзіңіз қанша киноға түстіңіз? Неше киноға түсіп үлгердіңіз деген сияқты? 4-5. Аттарын білесіз бе, есіңізде ме? Иә. Есіңізде қалғандарын айта беріңіз. Жекпе-жек, бәсеке, тағы да киноларға түстім. Түсінікті. Жалпы енді өзіңіз білесіз, қазіргі таңда енді тиктокерлер өте көп. Тикток түсіретіндер бар. Өзіңіз тикток түсіресіз бе? Кейбір кезде түсіремін. Көбінесе тикток қарайсыз да, әлде? Түсінікті. Хейтерлерге жауап бересіз бе? Кейбіреуіне жауап беремін. Түсінікті. Өзіңізді 5 жыл бұрын, кешіріңіз, 5 жылдан кейін қалай елестетесіз? Кино түсетін шығармын. Түсінікті. Өзіңіздің, меніңше, жаңадан бері қарап отырмыз, өзіңіздің арманыңыз үлкен атақты актриса болу сияқты, иә? Арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің бойындағы 3 қасиет? Мейірімділік, жанашырлық, тағы да адалдық. Енді қазіргі таңда шыны керек, көп адамдар мысалы бір киноға түсіп, екінші киноға түспей кетеді, кеудесін керіп жатады, болды, мен жұлдызбын, мен андаймын деп. Жалпы сондай дұрыс деп ойлайсыз ба, или қалай ойлайсыз, өзіңіздің ойыңыз қандай? Жоқ. Қате дейсіз бе? Иә. Енді келесі сұрағым, жалпы қазіргі таңда енді елімізде үлкен індет болып жатыр. Сол індеттің барына сенесіз бе, или сенбейсіз бе? Сенемін. Жалпы енді осы халыққа осы не дейсіз індет туралы? Індеттен бәріміз аман-есен шығайық, ауырмаңыздар. Әмин, рахмет. Өзіңізге де сол тілек. Сіз мысалы бір киноға түстіңіз дедіңіз. Мысалы сол киноңыздың рөлі өзіңізге ұнады, ата-анаңызға ұнамай, ата-анаңыз сізге осы рөлден бас тарт десе, не істейсіз? Бірақ сіз сол киноға түсу керексіз, сізге уже сол киноға кастингтен өтіп қойдыңыз, уже күні келіп қойды, ақшасын беріп қойды, сіз не істейсіз? Кім тыңдайсыз, режиссер или ата-ана? Ата-анамды. Амалсыздан бас тартасыз, иә? Жоқ. Не істейсіз? Кімнің шешімі маңызды сіз үшін, режиссер ма, ата-ана ма? Нет, ата-анамды. Түсінікті. Жалпы қазіргі таңда әркім әртүрлі саламен айналысып жатыр. Бірі бизнес, бірі мал шаруашылығы деген сияқты. Жалпы сіз өзіңіз осы сізге қай бизнес сала тұра ұнайды? Мал шаруашылығы или болмаса бизнес па? Бизнес. Түсінікті. Жалпы өзіңіз енді киноға жүргенде гонорар сұрайсыз ба? Гонорар яғни ақша. Әлде режиссердің айтқан бағасына келісе бересіз? Режиссердің. Түсінікті. Жалпы съемка кезінде енді неше түрлі келеңсіздіктер болады.
жалпы жаңағыдай командамен келіспей қалған кез болады. Ондай болды ма сізде? Командамен келіспей қалып, болмаса бір қасындағы жаңағыдай әріптестеріңізбен келіспей қалған кездеріңіз болды ма? Жоқ. Жалпы өзіңіз қандай рөлге түсуді қалайсыз? Жақсы білмеймін. Түсінікті. Енді мен сізге осы жерде айтайын. Жалпы сізге бір арамның рөлін береді, сен осыған түсесің дейді. Басқа саған рөл жоқ дейді, бірақ сізге сол кино ұнап тұр. Не істейсіз? Боқтай киноға түспеймін. Ал егерде ешқандай боғауы жоқ, балағаттық жоқ десе, бірақ арам рөлінде оны түсесің дейді сізге. Бірақ енді сізге басқа рөл жоқ, бірақ кино ұнайды, түсе бересіз сонда да? Иә. Түсінікті. Жалпы өзіңіз бұрындары киноға түсіп көрдіңіз бе? Иә. Қай өзіңізге қазір мен сізге бір сұрақ қоямын, бірақ сіз тек осы жерде тек шыңыз айтасыз, жарай ма? Жалпы қазіргі таңда ютубта неше түрлі киностудиялар бар. Біріншісі енді жаңағыдай подписчик жағынан Мейрам киностудиясы, содан кейін неше түрлі киностудия бар. Жалпы өзіңіз қай киностудияда білім аласыз? Жұлдыз. Жалпы енді осы тұста жұлдыз дедік. Осы жұлдыз киностудиясына осы жұлдыз киностудиясымен келе жатқаныңызға неше жыл болды? Әлде қалай? Жыл болды ма, ай болды ма өзіңіз? 2020-да келдім. 2020-ден бері кетсіз, иә? Иә. Түсінікті. Осы жалпы осы киностудиядан өзіңіз не түйдіңіз? Жалпы осы киностудиядан өзіңізге әсер алдыңыз ба? Иә. Жалпы осы киностудияға келген кезде өзіңізге достар таптыңыз ба? Көп или аз? Орташа. Түсінікті. Қазіргі енді шыны керек, қазіргі таңда енді көп адам мысалы бір киноға түседі де, жаңағыдай мысалы сізге бір арам рөл береді, сосын ана көрермен көреді, айтады, мына өмірде де сондай екен ғой, жаңағыдай кинода қалай, өмірде солай деп жатады. Сондай пікір сіздерге ұнай ма, әлде ұнамай ма? Ұнамайды. Түсінікті. Жалпы енді мысалы сізге Мейрам киностудиясынан бір үлкен бір ұсыныс келді. Осындай киноға түсесің деп мысалы сізге келді. Бірақ та мысалы сіз басқа қалаға қатынай алмайсыз. Сол кезде не істейсіз? Түспейсіз, те? Түсінікті. Енді жалпы айтайын дегенім, кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ айтайын. Жалпы киноға түсер кезде болмаса бір тағы да бір келеңсіз жағдай болған кезде ата-анаңызбен келіспей қалған кездеріңіз болды ма? Жоқ. Сіз көбінесе үйде кім тыңдайсыз, анаңызды или әкеңізді? Анамды. Кімнің қызысыз? Анамды. Түсінікті. Келесі сұрағым, жалпы енді қазіргі таңда неше түрлі кинолар бар, сериалдар бар. Мысалы сіз бір кино ұнаттыңыз дедік, сол киноны күніне неше рет қарайсыз? Бір-екі рет. Бір-екі рет қарайсыз. Жалпы өзіңіз ұнататын актрисалар бар ма өнерде? Бар. Түсінікті. Мысалы сіз бір киноға түстіңіз, осы киноға жолдама алдыңыз, сол кезде қуанышыңызды үйдегілермен бөлісесіз бе, әлде бөліспейсіз бе? Бөлісемін. Сырларыңызды құпия ұстайсыз ба, әлде ақтарасыз ба? Кейбіреуіне айтамын. Түсінікті. Достарыңыз көп пе, әлде? Орташа. Енді қазіргі таңда енді осы елімізде интернетке байланысты көптеген мектеп орындары онлайнда. Жалпы өзіңізге онлайн жақсы ма, әлде мектепке барып оқыған жақсы ма? Қайсы жақсы сізге? Мектепке барып оқыған жақсы. Түсінікті. Мысалы айтайық, мысалы сіз мектепке бара жатсыз, мысалы бір киноға түстіңіз, сол киноңыз жаңағыдай рейтингі жоғары болды, сіз мысалы танымалдыққа сәл де болсын ие болдыңыз. Мектепке кетіп бара жатсыз, көптеген адамдар жаңағыдай сізбен фотоға түсіп, жаңағыдай фотоға түсейін деп қолтаңбалайын деп келеді. Сол кезде сіз ұялып қашып кетесіз бе, әлде керісінше қуана фотоға түсесіз бе? Фотоға түсемін. Жалпы өзіңіз нешінші сынып оқисыз? 4. Келесі сұрағым, жалпы дерлік сіз киноға түстіңіз,
сол киноның жаңағыдай киім үлгілері сізге киім ұсынды, но бірақ та ол киім сізге ұнамады. Ұнамаса да кие бересіз бе, әлде не істейсіз? Киемін. Аха. Мысалы, сізге бір рөл берді, бірақ ол рөл өзіңізге ұнайды. Және де ол кино ертеңгі күні шыққан кезде халыққа 50-50 болады. Жаңағыдай 50 ұнаса, 50 енді ұнатпауы мүмкін. Ойбай, бейбінің рөлі онша емес, образы онша емес, бейбі мұндайды күтпедік деген кезде сондай пікірлерге мән бересіз бе өзіңіз? Ойбай, мен мынадан кейін өзгеремін, мұндай рөл ойнамайын деп сондай мән бересіз бе? Жоқ. Сізге қызық емес, иә? Өйткені сізге өзгенің әңгімесімен ой қызық емес. Иә. Киноға сіз мысалы кастингтен өттіңіз, киноға түсесіз, үйге анаңызбен, ата-анаңызбен ақылдасасыз ба? Иә. Түсінікті. Сіз жалпы енді кино әлемінде басқа адам, мысалы өмірде басқа адам осы сөз қаншалықты рас? 80%. Түсінікті. Мысалы сізге кинода бір періштенің рөлін береді, сіз кәдімгідей ақыл иман періште боласыз, ал шынайы өмірде келген кезде сіздің достарыңыз неғып кинодағыдай жүрмейсің дейсіз, оларға қалай жауап бересіз? Ол енді рөл ретінде. Сізге берілген рөліңізге, образыңызға өзіңіздің жалпы көңіліңіз тола ма? Түсінікті. Осы күнге дейін түсіп келген киноларыңыз жаңағы басым бөлшілігі халыққа енді ұнап жатыр, кейбірі ұнамай жатыр. Әркім әртүрлі айтады. Енді осы тұста мен сізге бір халықтың бір-екі пікірлерін айтайын, суырып алып. Кейбіреулер сізді жаңағыдай енді хейтер деп түсініңіз. Мен сізді жамандаған емес, хейтер деп түсініңіз. Бойы кішкентай, адам ойнай алмайды, жаңағыдай басқа қыз алыңыздаршы бізге айтып жатады. Сол кезде біз енді ол жаңағыдай көрерменге білінбейді, бірақ бізге білінеді. Осы тұста осы хейтерлердің сөздер кей кезде жаныңызға бата ма? Ондай кез болды ма сізде? Жоқ. Ондай жоқ та? Андай жүрекке жақын алып ондай сізде жоқ? Жоқ. Түсінікті. Мысалы дедік, мысалы сіздің бір киноңыз жарыққа шықты, сіз ол киноның монтажын көресіз, мен қалай ойнадым, қалай шықты деген сияқты? Жоқ. Полный шығып болғасын ютубтан көремін. Қалай ойнағыңызды монтажмен көресіз де? Иә. Жалпы осы күнге шығып келген киноларыңыздың жалпы монтажы, жұмысшылар сізге көңіліңізге қонды ма, әлі ұнамаған кездер болды ма? Иә, әрине ұнайды. Мысалы дедік, бір бөлім толығымен күлкілімен өтеді, ал екінші бөлімі жаңағыдай бір лирикалық баяу болады. Сол кезде сіз ойнай бересіз бе, әлде арасына әзіл қосқыңыз келе ме? Негізі ойнай беремін. Түсінікті. Мысалы сценарий бойынша сіз жұмыс істеу керек боласыз, бірақ сценарий жаттап келдіңіз, кәдімгідей дайындалып келдіңіз. Сценарий келіп бір сөзді ұмытып қалып, өз сөзіңізді қосып жүрген кездеріңіз болды ма кинода? Иә. Түсінікті. Рахмет. Қандай да бір кино болмасын, міндетті түрде гримм болады. Гриммге өткен кезде бетіңізге 5 тонна бояу жаққан кезде кейбір бояу ұнамаған кездер болды ма? Иә. Сол тұста не істейсіз? Шыға бересіз бе, әлде шығудан бас тартасыз ба? Шыға беремін. Түсінікті. Мысалы дедік, сіз бір оңбаған адамның немесе бір арам адамның рөліне түсесіз, бірақ сіз сол кейіпкер, бірақ таза керемет алып шықтыңыз. Ойдағыдай бәрі бізге ұнады, халыққа ұнамады, ал бірақ сіз осы тұста кімге ренжисіз? Халыққа ма, әлде осы киноның адамдарына ма? Ешкімге. Өйткені ол кино дейсіз, иә? Түсінікті. Енді келесі сұрағым кішкене қиындау ойын тұр, но бірақ та айтайық. Қазіргі таңда енді көптеген жаңағыдай неше түрлі адамдар бар. Ойбай, сендер ақша үшін жүресіңдер, өнер адамдар ақша үшін жүреді дейді. Осы тұста сол кісілерге не дейсіз? Ақша үшін жүреді дейтін адамдарға не айтасыз? Әр адамның несі басқалауға. Мысалы, кейбіреуі ақша үшін жүреді, бірақ біз ақша үшін жүрмейміз. Өнер үшін. Құрметті біздің көрермендер, біздің кейбір киноларымызда пікір бөлімі сөйтіп жатады, ақша үшін жүреді.
мыналардың өмірлері кайф, ақша деп. Міне бізде актрисамыз ашығын айтты. Келесі енді ондай жазбаңыздар, өтініш. Қанша дегенде бізге де көңіл бар. Келесі сұрағым, әңгімеден ауытқымайық. Қандай да болмасын, бір форматта кино шықты, бірақ ол формат сіздің деңгейіңізге сай емес. Яғни сіздің көңіліңізге қонбады. Сол кезде продюсер болсын, режиссер болсын, сол кісілерге ренжіп өкпеңізді айтасыз ба, әлде ішіңізде жасырып қаласыз ба? Жоқ, айтпаймын. Түсінікті. Енді бір қалай болады? Мына жерде мен сізге айтайын. Жалпы қазіргі таңда көптеген отандық кинолар биліктің тапсырысымен түсіріліп жатыр. Мысалы сізге, бізге дейік, бізге биліктен бір тапсырыс кино келсе, сіз биліктің киносын түсесіз бе, түспейсіз бе? Түсемін. Қандай да рөл болса да түсесіз? Түсінікті, рахмет. Сізден енді бір сізге сұрақ. Қазіргі осы Сержан Братан киносы туралы өзіңіздің шағын пікіріңізді айтсаңыз. Келесі сұрақ бастырасыздар. Жарайды. Қазіргі енді бізде мысалы Жұлдыз кино студиясында көптеген кинолар шығып жатыр. Мысалы сізді бір киноға шақырса, мысалы сізге бір ұсыныс жасады, сіз сол ұсынысты қанша күн ойланып жауап бересіз? Апта, ай, или болмаса жыл? 1-2 күн. 1-2 күн. Тамаша, керемет. Келесі сұрағым, мысалы сізге бір бандитканың рөлін берді, көшенің темасына жүретін, сонда рөлге түсесіз бе, түспейсіз бе? Түсемін. Жалпы өзіңізге негізінде кино әлемінде қандай рөлдер ұнайды өзіңізге? Жақсы, сосын хулиган. Түсінікті. Мысалы қазір енді көптеген балдар болғанмен де қазір енді бала махаббат жайында кинолар түсіріліп жатыр. Мысалы сізге бала махаббат темасын берсе алып шығасыз ба, әлде бас тартасыз ба? Бас тартамын. Түсінікті. Қазіргі енді шыны керек, өзіңіз сияқты қыздар енді тоналап боянады, тоналап жаңағыдай қыдырған ұнатады. Өзіңіз қыдырған ұнатасыз ба? Кішкене ұнатамын. Бірақ бояу жақпаймын. Көп қыдырасыз ба? Кейбір кезде қыдырамын. Түсінікті. Жалпы өзіңізге қай мереке ұнайды? 8 март, сосын жаңа жыл. Түсінікті. Және де қай мезгілдер ұнайды? Қыс, жаз. Түсінікті. Мысалы сіздің туған күніңізде ең қымбат сыйлық сыйланды ма? Түсінікті. Жалпы мысалы дедік, сіз бір киноға түстіңіз, сізге бір емес 2 рөл ұсынып тұр. Сол 2 рөлді өзіңіз таңдайсыз ба, әлде үйдегі ата-анаңызбен бөлісіп барып таңдайсыз ба? Өзім таңдаймын. Түсінікті. Бейбі, сізге көп рахмет. Осынау бір біздің ұсынысымызды қабылдап бағдарлама келгеніңізге. Әдемі сұхбат болды. Сізге біздің сұхбат ұнады ма? Иә, әрине. Жалпы қиын болған сұрақтар болды ма? Иә. Сізге көп рахмет. Сізге тек тілейтініміз отбасыңызға амандық, саулық, бақытты болыңыз, ауырмаңыз, аман болыңыз. Өнерден тек биік белестерге шыға беріңіз. Спортшылық табыстар тілейміз. Өзіңіздің қазақ еліне деген әдемі тілегіңізді жолдасаңыз. Ауырмаңыздар, бақыттың базарына, Алланың базарында жүріңіздер. Рахмет. Құрметті біздің золотой көрермендер, осымен сұхбаттасық жобасы өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, видеоны таратуға қатысасыңыздар. Көп рахмет. Келесі кездескенше, және де келесі жобада кімнің болған қалайсыздар? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Көп рахмет. Сау болыңыздар.